Ағымдағы жылы шахтер күніне орай Богатырь көмір компаниясының құрылымдық бөлімшелері арасында 5S жүйесін енгізу бойынша арнайы байқау ұйымдастырылған. Байқау қорытындысы бойынша үздік слесарлық үй-жай аталымында Богатырь жүктеу көлік басқармасының нөмір 2 сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау учаскесі бірінші орынға ие болды. Наша работа связана с бесперебойным обеспечением движения подвижного состава, управление стрелок, светофоров для работы непосредственно нашей. Біздің жұмыс жылжымалы құрамның үздіксіз қозғалысын қамтамасыз етуге жауапты. Бізде жұмыста 5S жүйесі қолданылады. Ол міндетті түрде қажет. Бұл жүйе құрал саймандарды реттеуге арналған. Әр құралдың өз орны бар. Ретсіздік жоқ. Барлығы 5S стандартына сәйкестендірілген. Осы жүйені ұстауға тырысамыз. По 5S. Стремимся к поддержанию данной системы на участке полностью. 5S жүйесі жұмыс орнын тиімді ұйымдастыруға бағытталған жапондық әдістеме, әрі үнемді өндірістің негізгі құралдарының бірі. Оның басты мақсаты тәртіпке келтірілген қауіпсіз және жоғары тиімді жұмыс ортасын қалыптастыру. Макаров Сергей Владимирович, старший механик, участка СБ2, сейчас он находится на пенсии уже. Он курировал непосредственно. Бүгінгі таңда зейнеткерлікке шыққан, сол кезде аға механик болып еңбек еткен Макаров Сергей Владимировичтің бастамасымен 5S жүйесі енгізіле бастаған. Соның басшылығымен барлығы ретке келтірілді. Біз қазір соны жалғастырудамыз. Азда бір кемшіліктер болып жатса, бірден 5S жүйесінің талабына келтіреміз. Мұнда бір ауысымда 3 адам еңбек етеді. Олар электр механиктері, электр монтерлері. Бізді 5S жүйесі көптен бері енгізіліп келе жатқандықтан, ол қызметкерлер үшін дағдыға айналған. Олар соны көздерімен көріп жүргендіктен, сол стандартқа сай бәрін сәйкестендіреді. Бізге жаңадан жұмысқа тұрғандарға тәлімгерлер бекітіледі. Олар жаңадан келгендерге осы стандарт жайында түсіндіріп, соған сәйкес жұмыс істеу міндетті екенін жеткізеді. Сондықтан жаңа мамандар да бірден осы жүйемен жұмыс істейді. К такому же стандарту их обучают наставники есть, и они тоже к этому уже идут, стремятся.